ОП 16 болып тұр, 50% жиналып тұр. Февральдан кейін алсам бола ма, әлде 6 ай күтемін бе дейді. Сәлеметсіз бе? Егер де сіздің депозитіңіздің көрсеткіші, бағалау көрсеткіші 16-ға жетіп тұрса, және де сіз 50% жинап қойған болсаңыз, және де сіздің депозитіңіз 3 жылғы болса, онда сіз февральдан кейін аламын дейтін болсаңыз да болады. Февральда не үшін күтіп тұрғаныңызды мен түсініп тұрмын, өйткені сіз мемлекеттік сыйақының түскенін күтіп тұрсыз. Сол ақпаннан кейін алсаңыз да болады. Ақпанға жеткізбесеңіз де болады алуға. Бірақ егер де мемлекеттік сыйақыны көздеп тұрған болсаңыз, әрине семейный пакетті қосатын болсаңыз, әрине соны күткен дұрыс болады. Және де егер де депозитіңіз бүкіл 3 шартты орындаған болса, ол депозиттің 3 жылдығы, және де бағалау көрсеткішіңіз 16, және де 50% жинаған болсаңыз, онда сіз 6 ай күтпейсіз, 5% табысты растамай алып кетуіңізге мүмкіндігіңіз бар. Егер де сіз аралық займмен алатын болсаңыз, және де сіздің бағалау көрсеткішіңіз жеткілікті болып тұрса, онда сіз табысты растап 7,5%-бен алып кете аласыз. Мүмкін. Ол енді жеке қарау керек депозиттің көрсеткішіне.